Сәлем достар, сіздермен аниме өмір және бүгін біз Shippuden 2.0 альтернативті сюжетінің 5-ші бөлімін бастаймыз. Кеттік. Өткен бөлімде Наруто Саскемен кездесіп, оны Канохаға қайтара алмады. Акацуки Асума сенсеймен төбелесіп, оны комаға жіберді. Жаңа команда қосылды және Наруто жел стихиясынан жаңа техника жасап шығарды. Акацуки базасында. Лидер. Бүгін толық жиналғандарың дұрыс болды. Сендерге Акацукидің жаңа мүшесін таныстырсам деп едім. Оны бізге тарту оңай болмады. Ол жайлы естігендерің бар шығар. Ол Номадоно Аманай есімімен әлемге танылған шиноби, яғни батыс көшпенділер елінің тумасы Аманай. О, бізге тағы бір мықты шиноби қосылды, деді Кисаме. Естігенім бар, деді Дейдара. Ол бізге ақша табуға көмектессе, оны пайдалы деп есептеуге болады, деді Какудзу. Ол кім тағы? Тағы бір нақұрыс па, деді Хидан. Әріптестер, сіздермен танысқаныма қуаныштымын, деді Аманай. Акацукиге қызмет жасауға дайынмын, деді ол. Аманай бойы ұзын денелі келбетті шиноби еді. Оның бойынан барлық көшпенділердікіндей ашықтық пен мейірімділік білініп тұратын. Ал енді менің артымнан жүріңдер, деді лидер. Барлығы лидердің артынан ерді. Лидер басқаларды іші қараңғы кең бөлмеге алып келді. Бөлменің ортасында үлкен ұзын үстел орналасты. Лидер барлығын үстел басына жайғасуға шақырып, өзі үстелдің ең басына отырды. Ей, басшы, мұның не, деді Хидан. Сұрағың дұрыс, Хидан, деді басшы. Бүгін біздің ұйымның белді мүшесі Цукурино Дейдараның туылған күні екен. Соған орай кішігірім отырысымызды бастайық, деді Пейн. Бөлмеге ақ жейде қара шалбар және бетті толық жауып тұратын маска киген даяшылар кіріп, жеміс-жидектер, әртүрлі сусындар мен әдемі ыдыстарға салынған кішігірім десерттерді үстел үстіне орналастыра бастады. Лидердің рұқсатынан соң Акацуки мүшелері тамақ ішуге кірісті. Лидер Дейдараны құттықтап оған арнайы сыйлықты ұсынды. Артынан Акацукидің басқа мүшелері де Дейдараны туылған күнімен құттықтап, отырыс 1 сағаттай уақытқа созылды және өте көңілді, жақсы түрде өтті. Үлкен бөлмеде болған тамақтасушылар әртүрлі қызметтерді көрсететін ерекше ұйымның адамдары еді. Бұрын осыған ұқсас ұйымдар шиноби соғыстарында шинобилерге соғыс майданында тамақ, дәрі-дәрмек, қару-жарақ және тағы да басқа сатумен айналысатын. Қазір үлкен соғыстар болмаған соң бұл ұйымдар әртүрлі нукениндерге түрлі қызмет түрлерін көрсетуге көшкен еді. Ондай ұйымдарды бай елдер басқаратын және ондай ұйымдарда жұмыс жасайтын адамдарды өлтіруге тыйым салынатын. Келесі күні де Акацуки мүшелері базада болды. Бәрі жиналған соң Пейн өз сөзін бастады. 4 құйрықтыны ұстауға ыңғайлы уақыт келді. Сасори мен Дейдара, бұл тапсырманы екеуің аласыңдар. Дейдара осыған дейін Шукакуды ұстап әкелген. Соң, бұл миссия негізінен сенікі, Сасори. Уайымдама, мен оны оп-оңай ұстап әкелемін, деді Сасори. Сасори данна мықты. Деді Дейдара. Өліп қалып жүрмеші, оригиналды сюжет бойынша сен өлуің керек еді, деді Хидан. Не айтып кеттің, Хидан, деді Сасори. Артық сөзді қоялық, әріптестер, деді Пейн. 2 сағаттан соң Акацукидің барлық мүшелері базаны тастап өз миссияларына аттанды. Наруто ауылға оралғанда онда Джирайя сенсей де бар екен. Екеуі біраз сөйлесіп, Наруто одан басқа Расынган түрлері жайлы сұрай бастады. Алайда Джирайя Нарутоны тағы басқа техникаға үйрете бастады. Енді Наруто Гамакичи мен Гаматацу екеуімен бірге су элементін өзінің жел стихиясымен қосып жаңа техника жасауға кірісті. Одан бөлек ол өзі жалғыз 9 құйрықтының күшін дұрыс бақылауды ұстауды жалғастырды. 10 шақты күн өткен соң ол Канохадағы барлық мықты шинобилермен бірге Канохалық нукенин Хируконы тоқтатуға аттанды. Үйге оралысымен ол тағы да бір үлкен миссияға аттанды. Ол миссияда Наруто ұшатын ниндзялар бастаған шабуылды тойтаруды ерекше көзге түсті және сол миссияда ол Саскені де көріп қалды. Канохаға оралған сайын ол дайындықты жалғастырып отырды. Бір күні Наруто 9 құйрықтының чакрасын бақылау жаттығуларын жасап жатқанда, оған өз торында жатқан Кьюби сөйлей бастады. Ей, Наруто, саған менің күшім керек, солай ма? Әлбетте солай. Алайда сен менің күшімнен қорқасың. Ол да дұрыс, себебі мен ең ашулы, ең жауыз, ең мықты, ең қатал, ең қатыгез Биджумын. Иә, дәл солай, деді Кьюби. Саған не керек өзі? Маған жаттығу жасауға кедергі жасама. Мен бұл дайындықты сенің күшіңді қолдану үшін емес, өз достарым мен жақындарыма зақым келтіріп алмау үшін жасап жатырмын. Мен өз мақсаттарыма сенің күшіңсіз-ақ жетемін. Көр де тұр, деді Наруто. Наруто, осы күнге дейін менің чакрам сені қанша рет құтқарды,
Қанша рет ол сені өлімнен аман сақтап, саған тез емделіп кетуге, ұзағырақ жаттығу жасауға көмектесті. Менің сенің денеңде қамалып отыруым маған да саған да ұнамайды, бірақ өкінішке орай, біз бірікпесек сенің өліп кетуің әбден мүмкін, деді Кьюби. Мен мөрді алып тастамаймын, мені алдап сыртқа шыққың келіп тұр ғой, қу түлкі, деді Наруто. Жоқ, мүлде олай емес. 4-ші Хокаге қойған мөр тұрғанда мен өз еркіммен шығып кете алмаймын, және сенің де мені шығаратын ойың жоқ. Және біз дос та емеспіз, алайда біз дос болмасақ та серіктес бола аламыз. Мен саған күш беремін, ал сен маған бостандық бересің, және мен сенің достарың мен жақындарыңа тырнағымды тигізбеуге уәде етемін. Мен мына тар қапаста отырудан шыны керек әбден жалықтым. Не? Серіктестік? Біз серіктес болсақ та мөр шешілмей сен қалай бостандық алмақсың, деді Наруто. Оның бір жолы бар. Сен келіссең мен саған сол жолды үйретемін, және сен менің күшімнің бұрынғыдан да көп бөлігіне ие бола аласың, және ол сенің достарың мен жақындарың үшін зиянсыз болады, және сенің әлгі Учиха досың. Менің чакрамның деңгейі Учиха Мадараныкінен артық болмаса кем емес. Менің чакрам арқылы сен өз досыңа әлде қайда жылдам уақытта жете аласың, деді Кьюби. Наруто ойланып қалды. Осы уақыт бойы ол Хокаге болудан гөрі іштей Саскені үйге қайтаруды, оны Арачимарудан аман сақтауды көбірек ойлаған еді. Ал Арачимарудың дене ауыстыратын уақыты мүлде таяп қалған еді. Ақыры Наруто тоғыз құйрықтың айтқан сөзіне көніп жаңа жолды, жаңа дайындық түрін бастауға бел буды. Сол күндері Арачимару базасында. Саске-кун қайда, Кабуто? Оны менің бөлмеме шақыр. Уақыт келді, мен енді шыдай алмаймын. Менің бұл денедегі уақытым аяқталды, деді төсекте жатқан Арачимару. Иә, Арачимару-сама, мен барлығын дайындап қойдым. Қазір Саске-кунды шақырамын, деді де бөлмеден шығып кетті Кабуто. Бірер сәттерден соң бөлмеге Саске де келіп жетті. Бөлме есігін ашқан ол бәрін алдын ала білгендей. Арачимаруды бірден шабуылдың астына алды. Төбелес небары 5 минуттай уақыт алды. Еден түгел қанға боялып, айналада кесілген жыландардың бөліктері шашылып жатты. Арачимарудың ақ төсегі қып-қызыл қанға боялды. Арачимарудың өзі өз жылан формасында бірнеше бөлікке бөлінген күйі едендегі қанның үстінде жатты. Ісін сәтті аяқтаған Саске үнсіз бөлмеден шығып бара жатты. Тек есікке жақындағанда ғана ол үн қатты. Арачимару, берген біліміңе рахмет. Алайда мен мұнда саған жем болу үшін емес, Итачиден кек алу үшін ғана келгенмін. Сенің жоспарыңның о бастағы құрдымға кететіні айдан анық еді, деді Саске. Саске-кун, сен туған ағаң сияқты нағыз гений екенсің. Мен саған қарғыс мөрінің 2-ші деңгейін бердім, ал сен оның 3-ші және артынан 4-ші деңгейін ашып, оны тіпті жаңа деңгейге көтеріп тастапсың. Сенің бұл күшің әлгі күштің жаңа түрі, және сен оны әлгі орманға бармай-ақ жасай алдың. Сенің қолыңда тіпті оған керекті білім мен дағдылар да болмады. Сен сөзсіз данышпансың. Дұрыс айтасың, мен мына күйімде саған қарсылас емеспін, және енді сені әділ жекпе-жекте ұта алмайтын да шығармын. Бірақ келесінде мен әдеттегідей ешқандай әділдік танытпаймын, ал қазір мен сені ұстай алмаймын. Бар, өзіңді көрсет, сенің күшің Итачиді жеңуге жеткілікті, деді Арачимару. Саскені кетіп бара жатқан жерінен Кабуто байқап қалды, алайда ол Саскенің алдынан шыққаны мен оған қарсылық көрсетуге жүрегі дауаламады. Сол кезде Арачимару Кабутоны өз бөлмесіне қайтадан шақырды. Кабуто, Саске менің уысымнан шығып кетті, және біз қазір оны қайтара алмаймыз. Бірақ мені уайымдатып жатқан ол емес, мен өлімнің азақ алдында тұрмын. Сол үшін 056-шы лабораториядағы біз дайындап қойған запастағы адамды алып кел. Мен тезірек жаңа денеге көшуім керек, және біз енді уақытты өтіп кеткен Саске-кунның денесін қайта жарамды қылуға арналған зерттеуді бастау керекпіз, деді Арачимару. Құп болады, Арачимару-сама, алайда сіз жаңа денеге еніп, біз Саскені қайта жарамды қылудың амалын тапсақ та біз оны қалай ұстамақпыз, деді Кабуто. Сұрағың орынды. Саске екеуің менің ең күшті шәкірттерімсіңдер. Оған қоса Саске әлгі күшті әлгі орманға бармай-ақ иеленді. Сол үшін ол жерге сен барасың, және ол күшті сен иеленесің. Артынан өзіңе команда құрып Саске-кунды маған қайтарып алып келесің. Және содан кейін біз Акацкидің көзін түгел құртамыз. Мен саған тіпті армандамаған күшті сыйлаймын. Ал қазір тездет, мен өлудің азақ алдында тұрмын, деді Арачимару. Кабуто бөлменің ішін тез босатып, Арачимару айтқан бұйрықтарды орындауға кірісті. Жолда ол бұл дүниеде күштің маңызы өте зор екенін ойлаумен болды. Шынымен де, менде көбірек күш болса, мені тоқтататын ешкім болмайды.
Күш мені өзімді тануыма, табуыма көмектеседі. Маған керегі Орочимару сама беретін күш. Солай мен өз дегеніме жетіп, Орочимару саманың мақсатына жеткенін де көре аламын деп ойлап жатты ол. Каноха ауылында. Ей, Кьюби, сен сонда алты құйрықтың покровы арқылы менің көшірмеме айналмақсың ба, деді Наруто. Дәл солай, мен сенің толық көшірмеңе айналамын және сенің денеңді басқарып отырамын, алайда сен де менің ішімнен барлығын көріп тұра аласың және керек болса маған кімді шабуылдау, не шабуылдамау керек соны айтып отырасың, деді Кьюби. Енді түсінікті, Дактыбайо. Бірақ біз 7-8 де 9 құйрықты покровты аша аламыз ба, деді Наруто. Жоқ, тек қана 6. Себебі 7-ші құйрықтан бастап менің чакрам тек менің денемнің формасын қайталайды, ал адамның формасын мүлде келтіре алмайды. Және де 6 құйрықты ашу ол менің күшімнің жартысын ашумен тең. Біз кеше оны дайындықта байқап көргенбіз, Наруто, деді Кьюби. Айтпақшы, Кьюби, сенің есімің кім, деп сұрады Наруто. Кьюби қатты таңғалып 2-3 секунд бойы үндемей тұрып қалды. Ол Наруто оны аз ғана уақыттың ішінде өзіне жақын тартады деп ойламаған еді. Оған дейін де тек 2 адам Кьюбиді тек бәрін қиратушы құбыжық емес, өзімен тең тұлға ретінде қабылдаған болатын. Сол үшін жылы адамгершілік қатынастар Кьюби үшін ұмыт болған еді. Енді міне 90 жылдан аса уақыт өткен соң Наруто оған жылы қабақ танытуда. Дегенмен Кьюби сонда да Нарутоға аса қатты сене қоймады. Қатал дауыспен ол: есімім Курама, енді мен осылай атасаң да болады, деді ол. Курама деген жақсы әдем ат екен, деді Наруто. Солайша Наруто мен Курама серіктестік жасау арқылы Наруто 2 аптадай уақыт дайындықтан соң 6 құйрықтың күшін толық иемдене алды, ал бұл күштің мүлде жаңа деңгейі еді. Наруто бұл жайлы ешкімге айтпады және Курама күнде кешке белгілі бір уақытқа өз чакрасы арқылы Нарутоға айналып, ауыл ішін аралап, серуендеп жүретін болды. Ал мұның өзі оның бұрынғы жағдайынан әлде қайда жақсырақ еді. Сол уақытта Тұман ауылында күтпеген жайт орын алды. Бірінші кастаның белді шинобилары тікелей феодалдан рұқсат сұрау арқылы өздері айырылып қалған 3 құйрықтының орнына 4 құйрықтыны ұстау миссиясына аттануды көздеді. Мизукаге Мэйтеруми қарсы болғанымен 6 шинобиден тұратын тұмандық отряд 4 құйрықтыны ұстауға аттанып кетті. Егер 4 құйрықтыны тұман шинобилері ұстап алғанын әлем біліп қойса, 4-ші дүниежүзілік шинобилер соғысы басталуы әбден мүмкін еді. Алайда Исая Кеншин бастаған топ бұл жайтты өз назарынан тыс қалдырды. 4 құйрықтының Джинчурики өз ауылы, яғни Ивагакурені тастап дүние кезіп кеткен болатын. Енді ол саудагерлер елінде саяхаттап жүрген жерінен оны тұмандық отряд Киригакуриге алып кетуді көздеді. Джинчурикені біраз күн аңдыған олар. Ол саудагерлер елінен басқа жерге саяхатын жалғастырған жерінен оған шабуыл жасауды жоспарлады. Саудагерлер еліндегі бір қонақ үйдің ішінде. Сені мұнда көремін деп ойламаппын, Ацуши. Қалың қалай, деді Хазуки Тоумэй. Бәрі жақсы, көріспегелі көп болды, касталар қосылғалы жұмыс бастан асады, деді Ацуши. Мен шынымен де Кири үшін жақсы күндер басталды деп ойлаймын, деді Нарита. Дәл солай, Нарита, 4 құйрықтыны ұстасақ, Тұман ауылының 4 құбыласы түгел болмақ. Маған сеніңдер, деді Исая Кеншин. Келесі күні саудагерлер елінің шеткі бөлігінде тоғайлар орналасқан аймақта осы отряд өз саяхатын жалғастырып бара жатқан 4 құйрықтының Джинчурикиіне шабуыл жасады. Алайда дәл сол кезде олардың төбелесін 2 Акацуки Ханукенин, яғни Дейдара мен Сасори үзді. Отряд бірден 2 бөлікке бөлінді. Нарита, Тоумэй және Ацуши әуеде құспен ұшып шабуылдаған Дейдараға қарсы шайқаста 4 құйрықтыны Кеншин және оның қасындағы 2 шиноби өздеріне алды. Қап, мына құс бізге үлкен кедергі болып тұрғанын қарашы, деді Тоумэй. Біздің жоспарымыз бойынша 6 мықты шиноби 4 құйрықтыны ұстау керек еді. Алайда Акацуки бәрін бұзып жіберді. Енді 2 фронтқа бөлініп шайқасуға тура келеді, деді Кеншин. Нарита бірден тұман жасау арқылы Дейдараға өздерін көруге мүмкіндік бермеді және ұзын су арқаны Джутсусы арқылы оны құстан жерге қарай құлатқысы келді. Дейдараның құсы тез қашып үлгеріп, оң қолмен жарылатын өрмекшілерді жерге тастады. Тоумэй 100-ден аса клон жасап, клондары бір-бірін әуеге лақтырып, олар Дейдараға жақындай берген сәтте Дейдара құсынан секіріп оны жарды да клондарды жоқ қылды және сол қолмен басқа құсты лақтырып, сол құс үлкейіп әуедегі Дейдараны қағып алды. Сол кезде Дейдара жерге тастаған өрмекшілер Нарита, Тоумэй және Ацушиның қасына жақындап қалған еді.
өрмекшілер жарылған сәтте олар әзер қашып үлгерді. Атсуши сол кезде өзінің қар аспаны техникасы арқылы аспанды қарлы бұлттармен жауып, сол бұлттардың ұзындығы 2-3 метр болатын үсітетін қар жаудыра бастады. Өзінің қауіпті халге түскенін байқаған Дейдара бүтіндей бір ауылды жаруға жарайтын Си-3 бомбасын олардың үстіне тастай салды. «Мені мазаламаңдар, сендермен көңіл көтеруге уақытым жоқ, Кац», деді Дейдара. Жарылыс өте үлкен және ауыр болды. Ол тіпті ар жақта төбелесіп жатқан Сасори, төрт құйрықты және Исая Кеншиннің командасының көзін құртып жібере жаздады. Жарылыс боларға дейін төрт құйрықты Джинчурики өз адам күйінде шайқасып жатқан болатын. Алайда жарылыстан кейін шаң басылған соң қарсыластар оның толық формасын көрді, яғни төрт құйрықты Биджуды көрді. Кеншин өз командасын өзі аман алып қалды. Алайда олар енді төбелесуге жарамады. Кеншиннің өзінің де халі өте ауыр еді. «Не деген күш? Акацки шынымен де адам емес, күш пен қабілетке толы айуандар екен», деді Кеншин. «Қарғыс атқыр Дейдара, өз жарылысыңмен менің өнерімді құрта жаздадың», деді Сасори. Ол үшінші Казакагенің қуыршағын қолданып жатқан еді. Қара құм оны жарылыстан аман сақтап қалды. Төрт құйрықты бірден шабуылдауға кірісті. Ол ұзындығы 200 метр болатын отпен шабуылдады. Сасори қара құммен қорғанып, реті келгенде шабуылы да жасап отырды. Атсуши қар қорғаны нинджутсусы арқылы Нарита мен Томиді қорғауға тырысқанымен қорғанның күлі көкке ұшып, үшеуі ауыр жараланды. Сасори болса тек үшінші Казакаге қуыршағы арқылы жеңбейтінін түсінген соң, өзінің шынайы формасына еніп, 314 қуыршағын іске қосты. «Мен бұл техниканы сәл өзгерттім. Ал енді мәңгіге адамдардың есінде қалатын өнерді тамашалаңдар», деді Сасори. Оның қуыршақтары оның үстіне жабысып, ол үлкен 7 метрлік Сасориға айналды және оның жасаған соққыларымен қолданған қаруларының күші еселеп артты. Жаңа ғана жарылыс болған тоғайда енді екі алып шайқасып жатты. Акацки лидерінің айтуы бойынша, егер Джинчурики өз Биджуын бақылай алса және екеуінің арасында жақсы қарым-қатынас орын алса, онда Джинчурики Биджудің толық формасын ұзақ уақыт бойы қолдана алады. Ал егерде Джинчурики өз Биджуын басқара алмаса, толық форма тек 1-2 сағатқа ғана іске жарамды болады. Әрине, егер Биджу Джинчурики денесінен босанып кетіп қалмаса. Осы сөздер Сасоридің есінде болды және ол ешқайда асықпады. 1 сағат өткен соң төрт құйрықты адам кейпіне қайта айналды және сол кезде Сасори оған кунайлар легі арқылы әуеден шабуыл жасап, артынан өз темір арқанымен ұстап алды. Дейдара болса сол уақыт бойы әуеден төбелесті бақылап отырды. Исая Кеншин мен оның отряды осы уақыт ішінде біршама жақсарып қалған еді және олар Сасориге қайта шабуыл жасай бастағанда, Дейдара төрт құйрықтың құсымен іліп әкетіп, бірден басқа бақытқа ұша жөнелді. Ал Сасори болса қарсыластарды бомбасымен атқылап, өз бастапқы күйіне қайта еніп, ол да аспанға ұшып, төбелес орнын тастап кетті. Осылайша Акацки төрт құйрықтыны да ұстап алды, ал Тұман ауылының жасырын миссиясы сәтсіз аяқталды. Я достар, осымен 5-ші бөлімді аяқтаймыз. Соңына дейін видеомызды көргендеріңіз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.